Шаштараздар айына 300-400 мың теңге табады. Ал мен сағат 12-ден 6-ға дейін 6 сағат жұмыс жасап, 15 адамның шашын қиып үлгеремін. Өзіңіз білесіз, қазір шаш қиюдың бағасы орташа 1000-1500 теңге. Бір шаштараз 3 адамның шашын 1 сағатта қиып үлгереді, егер менің технологияммен қиып үйренсе. Шаш қию дейтін ол ешқашан өлмейтін мамандық. Бір адам, ер адам, то есть айына 1 рет шаш қидырып отырады. Ал сіз сол арқылы күніне 15-20 мың теңге табуға мүмкіндігіңіз бар. Мынау менің 1 айлық табысым, ал мынау 3 айлық табысым. Бұл реально жұмыс жасайтын технология. Қазір мен сізге сол технологияның ең оңай түрін көрсетемін. Қазір мен сізге үстіне екілік, астын нолевка, ортасын бірлікпен қосатын шаш қиюды көрсетемін. Жалпы кез келген прическаның сондай жолдары бар. Машинканың басына бірінші екілік насадканы салып алып, сосын үстін екілікпен алып шығамыз. Екілікпен алып болғасын, қапталдарын нолевкамен алып тастаймыз. Енді арасын қосу керек. Ол үшін бірлік насадкамен 1,5-2 сантиметрдей көтеріп шығамыз. Енді бірлік пен нолевканың арасында сызық қалады. Оның арасын 0,5 пен көтеріп шығамыз. Сосын тек окантовка жасаймыз. Шаш дайын. Кез келген шаштың осындай жеңіл технологиялары бар. Кез келген прическаның осындай оңай техникасы бар. Ол техникаларды және шаш қиюдың кез келген түрін менің онлайн курсымнан сіз үйрене аласыз. Онлайн курсында сіз оңай және тез қиюдың технологиясын өте қарапайым екенін үйренесіз. Бұл техникалар арқылы кез келген адам шаш қиюды оңай үйреніп кете алады. Мен шәкірттеріме офлайн түрде шаш қиюды 200 мың теңгеге үйретсем, ал сіз онлайн курсты 1490 теңгеге ала аласыз. Яғни сіз өзіңізге 1490 теңге инвестиция жасап, күніне 15 мың, 20 мың теңге тауып отыруға мүмкіндігіңіз бар. Ең жақсы инвестиция ол өзіңізге салған ақшаңыз. Ал енді курсқа қатысу үшін Инстаграмнан қарап отырсаңыз, жоғарыда биодағы сілтемеге өтіп менеджерге шыға аласыз. Ал ютубтан қарап отырсаңыз, төменде сілтеме бар, сол арқылы менеджерге өтіп курс туралы барлық ақпарат сұрасаңыз болады. Бар болғаны 1490 теңгені өзіңізге қиып, инвестиция жасап, курсқа қатысып үлгеріңіз.